интернет-магазин арқылы Б жоспары бойынша тапсырыс жасау. Ең алдымен мына сайтқа көңіл бөліңіздер. web1.kz.teens.com сайтына кіресіз. Бұл Teens Қазақстанның сайты. Және осы жерде сіз өз ID номеріңіз арқылы жеке интернет дүкеніңізден тапсырыс бере аласыз. Неден бастаймыз? Ең алдымен мына жерде Әулиекөлский дегенді өзгертеміз. Ол үшін оны басамыз. Басып, өзіңіз тұратын облысты және қаланы таңдайсыз. Менің жағдайымда Астана қаласы. Астана облыста Астана, қалада Астана. Міне қараңыз, Астана деп шықты. Так, енді келесі қадамымыз мынау жоғарыдағы подшипник сияқты домалақты көріп тұрсыз, Осы домалақты басасыз. Мына жерде список пожеланий, регистрация в IT тұр. В IT басамыз, себебі біздің уже ID номеріміз бар. Яғни Б жоспары бойынша тапсырыс жасайын деп жатырмыз. Так, Б жоспары бойынша ID номерімізді тереміз. Мен қызымның ID номері арқылы тапсырыс бергелі жатырмын. Бұл жерде ID номер деген жерге, так, логин дистрибьютора деген жерге ID номеріңіз тересіз. Астындағы кілті бар, құлыптың суреті бар жерге пароль тересіз. Бұл парольді сіз представительствоға звондап ала аласыз. Немесе тәлімгеріңізге айтсаңыз, сізді бизнеске шақырған, ол сізге представительствоға хабарласып пароль алып береді. В IT-ді басамыз. Так, в IT-ді бастық. Енді қараңыз мұны. Қайтадан осы подшипникті басып тексерсеңіз, мұны 717-29-769 Жанғабыл Іңкәр Бақытбек қызы, яғни мен қызымның ID номерінің интернет-магазиніне кірдім. Так, енді маған не керек? Қандай нәрсеге тапсырыс беремін? Интернет-магазин дегенге кіріп, интернет-магазинді бассаңыз, по развитию план А, розничный продажи план Б деп тұр. Біз план Б бойынша, план Б бойынша тапсырыс жасайын деп жатырмын, сондықтан розничный продажи план Б-ны басамыз. Так, міне биологиялық белсенді қоспалар шықты. Яғни Жанғабыл Іңкәрдің интернет-магазині арқылы осы жерден кез келген затқа тапсырыс береміз. Так, енді маған керегі бұл жерде биологиялық белсенді қоспа емес. Міне продукцияны басамыз. Продукцияны басқан кезде маған чистота и безопасность, яғни үй тазалайтын, кір жуатын нәрселер керек. Дичу сериясы маған қатты ұнайды. Міне многофункциональный керек. Бассаңыз бірлет, біреу шығады. В корзину бассаңыз, мына корзинаға кетті біреуі. Байқадыңыз ба? Так, для стирки нижнего белья керек, кір жуамыз. Так, ыдыс жуатын жоқ екен, нет в наличии в продаже дейді. Бүйтіп бассаңыз, мына распродано деп шығып тұр. Так, келесі маған керек шампунь, бальзам керек. Так, ол үшін продукцияға кіресіз, продукцияға кіріп, косметические средства и средства личной гигиены дегенді басамыз. Яғни жуынып шайыну заттары. Так, бұл жерде маған керегі бальзам керек маған. Тіс пастасы керек. Міне, зеленый зубной паста керек. Бір бассаңыз шықты, корзинаға бір штук кетті. Екеу керек болса, мына жерден бүйтіп екеу қылып көбейте бересіз. Маған біреу керек болды. Так, прокладка керек маған. Біреу кетті. Бальзам керек. Так, масканың керегі жоқ. Так, мына зубный пастаның керегі жоқ. Так, шампунь керек еді, қазір көрейік, екінші страницасын басамыз. Яғни өнім бірнеше страницада, себебі көп өнім, Так, шампунь. Шампунь керек. Шампунь жоқ екен. Так, жарайды. Вроде үйге керек нәрсені тапсырыс жасадым. Енді қараңыз. Мына жерде мына корзинаның суреті тұр. Осы корзинаның суретін бассаңыз, неге тапсырыс бердіңіз? Осы корзинаның ішінде тұр. Так, многофункциональный алдым. Нижний белье алдым, кір жуатын, зубной паста, прокладка, бальзам алдым. Енді қараңыз, мына жоғарда купить для себя деген бар, купить для других деген бар. Мен қызымның ID номеріне алып жатырмын, сондықтан купить для себяны басамын.
Ал егер сіз мысалы өзіңіз дистрибьюторыңыздың немесе тәлімгеріңіздің немесе өзіңіздің 3 ID номеріңіздің кез келгеніне тапсырыс жасай аласыз. Ол жағдайда сіз купить для других деп жазасыз да, ол кезде сізден сұрайды: пожалуйста, введите ID дистрибьютора дейді. Яғни кімнің атына осы объемды құяйын деп жатырсыз, қай ID номерге деген сияқты. Осы жерге ID номерді тересіз. Менің жағдайымда купить для себя, яғни мен қызымның ID номеріне көлем жасайын деп жатырмын. Түсінікті деп ойлаймын, сонымен купить для себя бұл маңызды бұл жерде. Себебі мен қызымның атына алып жатырмын. Так, енді мына бәрін тексердік. 88-де 65 PV болды. Енді мына жерде я соглашаюсь с условием предоставления услуг дегенге птичканы басамыз. Обязательно оформить заказ дейміз. Оформить заказ дейміз. Так. Менің жағдайымда адрес терілген. Аты жөнің Іңкәр Жанғабыл, телефонмен өзімнің номерімді бердім. Қазақстан, Астана, Ауылдала 8, яғни үйіңіздің адресін көрсетесіз, себебі үйіңізге жеткізіледі. Ал егер бұл адрес емес, айталық, сіз көшіп кеттіңіз, немесе пәтеріңізді ауыстырдыңыз, онда введите новый адресті басасыз. Введите новый адрес десеңіз, қайтадан шығады. Осы графаларды толтырасыз. Мына жерге странаны тересіз, Қазақстан, қаласын тересіз. Түсінікті, Осылайша данныйларды енгізіп, далиені басасыз сіздің жағдайыңызда. Так, менің жағдайымда отправить счет на указанный адрес дегенді басам. Так, енді тексереміз мына. Полное имя Іңкәр Жанғабыл дұрыс, телефон өзім номерімді бердім, адресті жаздым, Неге тапсырыс бердім? Тағы тексереміз. Мына многофункциональный, средств для стирки белья бар. Так, зеленый зубной пастым бар, прокладкам бар, бальзамым бар. То есть заказым түгел. Заказ түгел. Сондықтан доставить по этому адресу деп жазам. Басам. Дұрыс, яғни адрес дұрыс, жасаған тапсырысым дұрыс. Доставить по этому адресу деп бастым. Енді так. Загружаться етіп жатыр, яғни данныйдың бәрі енгізіліп жатыр, жаңағы терген данныйдың бәрі. Міне, подтвердить, яғни заказ дұрыс жасадым, сондықтан подтвердитті басамыз. Подтвердитті басқаннан кейін компания сіздің карточкаңыздың данныйларын сұрайды. Міне, Халық банк деп тұр мына жерде, міне қараңыз, Халық банк деп тұр. Бірақ кез келген банктың карточкасынан ақша сниматься етіле береді, егер сізде интернет-банкинг бар болса. Қай картаңызда интернет-банк бар? Мысалы, мен Каспий карточкамнан да снимать ете берем, Халық банк карточкамнан да снимать ете берем, Түсінікті, кез келген карточкадан снимать етесіз. Имя на карте деген жерге міндетті түрде карточкаңыздағы латынша жазылған аты жөніңізді көрсетесіз. Номер карты деген жерге картаның төртеуден топталған 16 цифрлы картаның номері бар ма, сол төртеуден осы 4 графаға тересіз. Срок действиясын қарайсыз да, айын міндетті түрде, жылын міндетті түрде тересіз. Сосын картаңыздың арқасын аударсаңыз, ақ полоскада 3 цифра тұрады. Печатный немен басылған. Қара 3 цифра тұрады, соны мына жерге тересіз. Мына жерге емайлыңызды жазасыз да, оплатитті басасыз. Басқаннан кейін сіздің неңізге, телефон номеріңізге SMS сообщение келеді. Яғни мынау карта. Қай картадан төлеп жатырсыз, сол картаңыз қай телефон номеріңізге бекітілген, соған сообщение келеді. Сообщениеңіздің кодын тересіз. Ол енді қауіпсіздік үшін жасалған шара. Сөйтіп оплатитті басқаннан кейін сізге осындай көк төленді деген не шығады. Мен енді қазір картам данныйларын термеймін, себебі это конфиденциально. Болды, осылайша Б жоспары бойынша тапсырыс жасай аласыз. Және жаңағы ID номеріңізді тағайындаған кезде, алғаш рет интернет дүкенге кірген кезде сізден электронный почтаңыз сұраған. Сол электронный почтаңызға бланк заказа келеді. Неге тапсырыс бергеніңіз жайлы. Кәдімгі офисте толтыратын бланк заказы сияқты, бланк заказа сіздің электронный почтаңызға келеді. Содан тексеріп білесіз, қандай заттар тапсырыс бергеніңізді.
Сөйтіп тұратын жеріңізге байланысты, егер Ақтөбе, Алматы, Астана қалаларында тұрсаңыз, 1-2 күннің ішінде, ал басқа облыс орталықтарында немесе ауыл аймақтарында тұрсаңыз, ол енді жаңағы 3 қоймадан қаншалықты алыс жақынына байланысты 5-6 күнде жеткізіледі.